Достар, сіздермен Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Біз бүгін Плзен қаласындамыз. Дусан аренадан сіздерге UEFA конференция лигасының соңғы турын влог түсіргелі жатырмыз. Олай болса, біздің жігіттерімізге Астанаға тек қана сәттілік тілейміз. Астана футбол клубының жанкүйерлері міне осындағы Чехиядағы қазақ бауырларымыз, студенттер барлықтары келіп жиналып осы жерде бүгінгі біздің командамызды қолдағалы жатыр, бірақ өкінішке орай бізді бұл трибунаға жіберген жоқ. Достар, біз қазір Дусан аренаға келіп осындағы жергілікті жанкүйерден бүгінгі ойын туралы ойын білгелі жатырмыз. Hello, my name is Alimjan. Hi, my name is Milan. Yeah, nice to meet you. Okay, my first question, what do you think about this game? We know Viktoria Plzen is a very good team. You won all your games, your 5 games, but today's results, for you, it's not so much needed. We are needed more, 3 points. What do you think about this game? This game is Viktorka win in 4-0. 4-0? 4-0. Oh, yeah. You think the Astana will not score goal? Yeah. We scored in goal Victoria. Okay. Who will the score in Victoria? We know the Durasinmi and Hori injured. Who is the? Maybe in Matej Vidra. Vidra. Yeah, I know. He's played in England, yeah, in the Watford. Yeah, I know. Okay, but tell me please, who is the another dangerous player? Not Mateja, another. Maybe Kadu. Dangerous player, yeah. And today, Kadu is the outside. In the match? No. In the outside. In the here. This is no play today. Okay. And danger play in present maybe Schultz. Okay, we will see it. Okay, thank you very much and enjoy the match. But I hope today we more needed 3 points. Okay? Yeah. You are gift for us 3 points. Yeah. I hope. But maybe 1-2. Yeah, maybe. Yeah. About 0-0. Maybe. Yeah. Okay. Enjoy the match. Thank you very much. Thank you. Good luck. Достар, міне көріп тұрсыздар, біздің менюімізға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерді обедке түскі асқа жейміз деп тұр. Балкания, Астана, Загреб деп жазып қойыпты. Достар, ойындағы алғашқы ысқырық берілді және де ойынымыз басталды. Жігіттерімізге тек қана сәттілік тілеп, Астана бүгін жеңісті жұлып өтеді деген ойдамыз. Алға Астана. Достар, міне көріп тұрсыздар, бірден алғашқы минуттардан бастап Виктория Плзен енді қонақ ретінде бірден шабуылға шығуда және де бұрыштама доптың көрдіңіздер қалай аяқталғанын. Достар, стадионда енді 11.700 адам сияды, оның барлығы тола емес, бір 8.000 адамдай осы алаңда бар сияқты. Және достар, міне Астана футбол клубы шабуылға шығудың амалын іздеп жүр. Ортада доппен Исламбек Қуат топты Томашевичке береді. Томашевич, Абзал Бейсебеков, бұл жерде жігіттер бір-бірін түсінбеді. Шабуылда Алексамановичтің ортаға қарай берген добы Дембо Дарбо мен Элхан Астанов. Өте қауіпті соққы болған еді. Достар, қақпаның бағанасына тиіп жатыр бұл жерде Элханның керемет соққысы. Дембо Дарбо. Менің сүйікті ойыншым Дембо Дарбо шабуылға қарай келуде. Элхан Астановпен Стенк ойнады. Дембо Дарбо бұл жерде керемет құлатуда және Дембоның соққысы. Достар, қазағымыздың көк туы және де осындағы жанкүйерлер Ескендір Хасанқалиев атамыздың атамекен әнін шырқауда. Достар, міне қауіпті сәт қазір біздің Астанамыздың қақпасына өте қауіпті айып соққысы. Бұл жерде міне Виктория Плзеннің ойыншылары бір-бірлеріне нұсқау беріп жатыр, қалай тұру керек екен. Чондричтің
алдын қалай жабу керек екен өте қауіпті болды. Чөндрич бір орында қалып қойды. Ойынның 19-шы минуты кетуде. Бұл жерде енді Виктория Плзен енді ойынның басын өте қауіпті бастаған еді. Сосын біздің Астанамызда енді жай қарап қоймай, шабуыл жасап Эльхан Астанов қақпаның бағанасына тигізді. Енді стадион туралы айтатын болсақ, өте керемет, сондай кішкентай стадион, 11.700 сыйдыратын, жаңа айтқандай, бірақ өте сондай футболда, нағыз футболға арналған, өте сондай әдемі стадион. Маған атмосферасы ұнап жатыр, және де біздің жігіттер, қыздар, бауырларымыз, осы Чехияда тұратын студенттер, Астанадан келген бауырларымыз керемет қолдау көрсетіп жатыр. Өте қауіпті сәт. Екі бірдей чех ойыншысы біреу допқа тие алмай қалды, біреу допқа жанасқан кезде қисып кетуде. Қауіпті. Бұл кішкене біздің қақпамызға қарай жасалып жатқан қоңыраулар. Абайлау керек жігіттер, ойынның 21-ші минуты. Екінші қоңырау біздің қақпамызға өте қауіпті. Қайтадан қапталдан жасалынған шабуыл, баспен соққы, бірақ біздің қуанышымызға орай кесіп кетуде. Ойынның 26-шы минуты жігіттер. Ойынның 26-шы минуты. Екі қауіпті шабуыл Викторияда бар енді. Біздің жігіттер тек қана қарымта шабуылда ойнап жатыр, яғни көп ойынымыз біздің қақпа жақта жүріп жатыр. Достар, бұрыштама добы, допта Марин Томас және біздің жанкүйерлеріміз бірден гол деп айқайлауда. Және Мариннің асырған добы соққы болды. Бұл соққыны жасаған Жарко Томашевич болған еді, бірақ қақпадан биік кетуде. Достар, міне мына жерде чех ойыншылары наразылықтарын білдіруде. Есік Чөндрич пен шабуылшылар соғыспаған кезде бұл жерде төреші біздің пайдамызға шешті, бірақ енді пенальти болу керек еді. Бұл жерде ешқандай да Астананың пайдасына емес деп жатыр, бірақ төреші жоқ жігіттер. Мен бұл жерде төрешімін, еш уайымдамаңдар, еш абыржымаңдар. Доп Астана футбол командасына деп жатыр. Және біздің Астана футбол клубы шабуылдауда. Бұл жерде доппен Марин Томас, Марин ортаға қарай Абзалға беруде. Абзал қайтадан Маринге қайтаруда. Марин бұл жерде Эльхан Астановқа. Эльхан Астанов бұл жерде допты оң аяғына, сол аяғына қолып жатқан кезде чех қорғаушылары аяғынан допты жұлып алды. Дембо Дарбо доппен билеуде Дембо. Ян Вороговскийге беруде. Ян Вороговский Исламбек қуатқа. Исламбек не істейді екен бұл жерде? Исламбек пас беретін сияқты. Исламбектің пасы Жарко Томашевичке және де доп өзіміздің қақпаға қарай. Достар, ойынның 45-ші минут өтуде, есеп әлі де 0-0. Екі командада да мүмкіндіктер болды. Бұл жерде енді айтуымыз керек, Виктория Плзеннің мүмкіндіктері өте қауіпті болды. Біздің Астанамызда енді жай қарап жатқан жоқ. Осы ойынмен қатарлас өтіп жатқан матчта ол жақта да 0-0, бірақ ол жақта білеміз, біз Балканидің жеңісі бізге керек. Балкани жеңіп жатса, біз Виктория Плзенді жеңіп жатсақ, топтан 100% шығамыз деген үмітіміз бар, сеніміміз бар. Және де бұл жерде чех ойыншылары төрешіге қысым жасап жатыр, пенальти болған сияқты, барды қара деген қысым жасап жатыр. Көрейік. Жоқ, ештеңе жоқ. Ойын допты ойынға қарай енгізіңдер. Достар, осымен ойымыздың бірінші тайм аяқталды. Есеп 0-0. Жаңа айтқандай, ойын екі жақты өтіп жатыр. Енді екінші таймда барынша үміттенетін боламыз. Біздің жігіттер бары күшін салып, жеңісті жұлып алады деп білесіздер. Астана екі таймда екі түрлі ойнайтынын. Бірінші таймда гол соға алмаса, орташа ойнап шықса, екінші таймда гол соғып, керемет ойнайды деген сенімдеміз. Достар, екінші таймымыз басталды. Біз қақпаны ауыстырып жатырмыз, және де көріп тұрсыздар, менің артында осы Виктория Плзеннің жанкүйерлері ультрастар жиналып қалған екен. 45 минут осы чехиялық азаматтармен бірге футбол көретін боламыз. Достар, міне көріп тұрсыздар, біздің қосалқы құрамдағы жігіттер ойында күшейту үшін дене қыздыру жаттығуларын жасап жатыр. Бұл жерде Абатайбетов, Тимур Досмағамбетов, Прокопенко, Басманов бар екенін көріп тұрсыздар, және Нұралы Жақсылық бар. Жігіттер, Виктория Плзеннің ультрасының көш басшысы жап-жас жігіт екен, бір трибунаны шайқап тұр.
Өте қауіпті шабуыл, өте қауіпті шабуыл. Соққылардың барлығы біздің қуанышымызға орай қисып кетуде. Ойынның 51-ші минуты. Жігіттер енді қарымта шабуылдан бірінші ұстайды деген ойдамыз. Достар, көріп тұрсыздар, алаңда 3-1-дей ойыншы жатыр. Бұл жерде Йосип Чондрич өз қақпасынан шығып ойнаған еді, және де Виктория Пылзен ойыншысы мен біздің қорғаушымызды тізесімен тиіп кетіп жатыр, және де алаңға бірден дәрігерлер шығып көмек көрсетуде. Достарынан қараңдар, ультра сайт деген жазуда, және де мына жерге өздерінің файрларына өздері өртеп алған осылай жалауларын, және міне өрт қып көрсетіп тұр екен. Мүмкін әдейі өртеген шығар. Есеп 1-0 достар. Адам Волканова 16-ның сыртынан сол аяғымен берген соққысы қақпаның дәл торына келіп енуде. Біздің бұл жерде Йосип Чондрич оңға қарай бір қадам жасап еді. Оған қарама-қарсы бағытта соққы беріп, бұл соққы бітті. Есеп 1-0. Виктория Пылзен алда. Марин Томас допты қалдыруда, және соққы жоқ. Тимур Досмағамбетов қазір алаңға шықты, және де бірден соққы берген еді. Тимур Досмағамбетов Элхан Астановтың орнына шықты. Достар, енді бұл жерде Астанаға шабуылдан басқа ешқандай амал жоқ. Марин Томасов бұштама добын көтергісі келіп тұр. Біз білеміз, біз бұштамадан көп гол соғамыз. Балканигеде қарсыда осылай бұштамадан гол соққан едік. Допта Марин Томасов. Марин бұл жерде ойнатты. Исламбекпен Мариннің көтерген добы, және де Ян Вороговскийдің өкінішін көрістер. Марин Томасов жақсы алыс бұрышқа доп тасыған еді, бірақ Ян Вороговский бұл жерде дұрыс соққы бере алмауда. Пылзенде той достар. Жергілікті жанкүйерлер тойлатып жатыр, себебі 6 ойынның 6-ауында ұтқалы тұр. Және де шабуыл қақпа бағанасына доп тиюде бұл жерде. Ерекең мұнда. Чехтар міне көрдіңіздер. Далада плюс 3 градус. Бірақ бұлар шешініп алып, жеңісті осылай тойлағалы жатыр. 11.700 адам сидыратын стадионға 8.100 адам келген екен, көріп тұрсыздар. Бұлардың барлығы өзінің командасын қолдап, осындай керемет атмосфера жасауда. Виктория Пылзен сенімді түрде 2-0 есеппен ұтуда. Және қауіпті айып соққысы Марин Томасов оны біздің командаға алып келді, көретін боламыз. Өте қауіпті болуы мүмкін. Бұл жерден дәл бір соққымен айып соққысынан қақпаға топ өткізсе болар еді допты. Және міне көріп тұрсыздар, іштері піскеннен мына бутылканы лақтырып, сол бутылка егерде тұрса, міне жанкүйерлер қолдауда. Айып соққысы 78 минутта Марин Томасовтың соққысы жоқ. Тура қапталдан ұрғысы келген еді, бірақ қамалға тиіп қалуда. Бұл жерде шабуыл Досмағамбетов не істейді екен. Доп міне мына жаққа келіп бұрыштамаға кетуде. Бұрыштама добы достар. Допта қайтадан Марин Томасов. Мариннің асырған добы. Доп біздің жігіттерде. Досмағамбетов бұл жерде Йосип Чондричті қосуда. Йосип. Достар, міне ойын барысында енді бұл жерде осы жергілікті чех жанкүйерінен кішігірім интервью алайын деп жатырмын. Okay. Congratulations. I think you will win this game and 6 games, 6 winner and 18 points. It's very good results for the Victoria. And tell me please,
do you have the chance in knockout round? What do you say about this? First of all, I want to say that we didn't win yet. It's 15 minutes to the end of the match. Ah, bro. But I think we will win. Yeah. 18 points is good. Yeah. Only West Ham Uh-huh. make this record. Yeah. So I think if we have good Chance. yes, Yeah. I think we can make it to the quarterfinals maybe. Quarterfinals. Yes. Okay, yeah. I wish you the this way on the knockout round, and I'm see the Victoria is very good team. They are very good playing in Astana and here. What do you say about the Football Club Astana? Do you watch the first game and this game? Yes, I did. Yes, I did. Yeah. I think we were afraid of Dinamo Zagreb, Uh-huh. but I think Astana was the most difficult opponent for us because it was the only team that we need to score 2 goals. Uh-huh. I don't know how we make it, but 5 wins, Yeah. 6 goals. Yeah. That's impossible. That's impossible. Now we have 2 goals. I think Astana will make 1 more goal. Uh-huh. The match will end 2-1 for us, but I think Astana is good team. Yes. Okay, thank you, bro, and I wish you all the best on the knockout round. Thank you. Yeah? Okay, thank you very much. Thank you very Bye. Марин Томасовтың соққысы жанкүйерлердің арасынан табылуда. Достар, менің артымдағы мынау шарфтардың билеп атқаннан түсінген шығарсыздар, есеп 3-0. Қайтадан Маскера, қайтадан алыстан ұрылған соққы. Біздің Йосип Чондрич алыстан соққан голдардың барлығын қош келдіңіздер деп өткізеді. Дарабоз шабуылға қарай келе жатыр еді. Біз мұнда Абат Айымбетовтың киім ауыстырып атқан көріп жатырмыз. Өте кеш сияқты бірақ достар, тым кеш сияқты. Дембоның қаптал ауыстырған пасы, ол да тура емес. Жігіттер жаураған ау жігіт қайтынан кейін апты. Ya dostlar, есеп 3-0 осындай. Ya dostlar, есеп 3-0 осындай. Виктория Плзеннің ән ұранымен Астана футбол клубы осы жылғы УЕФА конференция лигасындағы өзінің жорығын топтық кезеңнен аяқтайды. Өзгертетін мәселелер көп, әсіресе шабуылдағы ойында бұл жерде Дембо Дарбоны, Марин Томасовтың командаларға қаншалықты керектілігі бар дегендей, енді ол жағын клуб басшылықтары барлығы қарап, барлығы жасайды деген ойдамыз. Қазақ футбол осымен осы жылға аяқталды. Жалғыз қалған командамыз Астана еді. Өз жорығын жалғастырып жатқан, енді барлығы демалысқа кетеді. Қазақ футболын сүйіңіздер достар. Клубтарымызды әрдайым қолдаңыздар, себебі біздің қолдауымыз мүмкін сол сіздің қолдауыңыз ғана біздің қазақ футболына жетпей жатқан шығар. Сол үшін әрдайым сеніңіздер, әрдайым біздің командалармен бірге болыңыздар. Сіздерден Плзенмен жұмыс жасаған Париматч Қазақстан YouTube каналының жүргізушісі Әлімжан Тасболатұлы. Сау саламатта болыңыздар. Алда келе жатқан мейрамдарыңыз құтты болсын. Рахмет достар.